Заңмен ресми тыйым салынған ағымдардың бірі бұл таблиғи жамағат. Таблиғи жамағаты деструктивті ағымдардың қатарында болып табылады. Біздің дінімізде әрқашанда басшыға бағынуға, тәртіпке бағынуға шақырады. Құран аяттарында Аллаға және оның елшісіне және араларында болған басшыларға бағыныңыздар дейді. Біздің заңымыз бойынша заңсыз миссионерлікпен айналысуға тыйым салынған. Бізде арнайы дінді насихаттауға арнайы орындар бар, арнайы бөлінген ұстаздар мен теологтар бар. Кез келген діни сұраққа біздің елімізде жауабын алуға барлық мүмкіндіктер бар. Ешқандай таблиғи жамағаты секілді заңсыз миссионерлікпен айналысатын адамдардың уағыз насихатына біз мұқтаж емеспіз. Таблиғи жамағатының қателігі осы заңды белшесінен басып, шариғатқа да қайшы болған нәрсені заңсыз миссионерлікпен айналысуға. Екінші қателігі бұл білімсіз діннің атынан сөйлеу. Білімсіз діннің атынан сөйлеу ол үлкен қасірет. Бұл шариғаттан тыйым салынған нәрсе. Адамды шатастыруға, елдің арасында бүлік тудыруға, немесе үлкен бір адамның өміріне қауіп төндіру, бұл білімсіз діннің атынан сөйлеудің өзі жеткілікті. Кейбір жастардың экстремистік әрекеттерге баруы, бүліктерге жол ашуы таблиғи жамағаты секілді басқа да елімізде тыйым салынған ағымдардың себебінен болып жатқандығын